Бәріне айт қайыр. Қалбасты. Екінші Алматыдан ұшып, Мәдина қаласына келдік. Мәдинадан 3 күн болып, міне Мекке қаласына келдік. Мекке мына түсіп отқан тау, Арапат тауы. Осының басында Мұхаммед пайғамбарымыз ең соңғы рет халыққа умраға келіп, үлкен қажытқа келіп, осының басында уағда айтқан екен. Ей халығым, мен 110 адам бар. Ей халқым, мен сендерге 110 мың. 110 мың сахабаға. Ей халқым, сендерге Құран бастадым. Және өзім уағдын тастадым деген. Мынау 5 күннің ішінде сендердің тілектерін тілеп жатырмын. Жиендерімнің, балаларымның, періштелердің бәрі тілегін тілеулермен. Айналайын Динарам, Даниярым, Динарым мен, Жаратқаным, Назиям, Баян, Мына Арапат тауының жанында тұрмын. Арапат тауы үшіге қажылыққа келіп, бір күн осының басында қонып тілек тілейді екенді. Мен де өзім тілегімді тіледім. Сіздерге де айтайын. Мына үлкен балам Ерлан, Айдар, үлкен қызым Ләйла, Нұрлыбек, Алуа, Айбибі, өзім жұбайым Оңай, жаңа құдағилар, барлығы осы дүниеде аманшылықта, жақсылықта болсын. Туған туысқандарымыз өсе берсін. Күйеу балам Азамат, келінім Айнагүл, айналайындар, аттарыңды ұмытып жатырмын, өз жағыма кетіп жатырмын. Айбибі, кішкентайымыз, осы Айбибінің қызын көрек, жақсылық көрек. Осы балдарым сіздерге жасын, осы Арапат тауына келіп, дұға жасап, осы Қазақстанның келешегіне, өздеріңіздің келешегіне, осы туысқандарымыздың келешегіне, үлкен мына шейіт болған аталарымыз, ағаларымыз, нағашыларың, барлығы жандары жаннатта болсын. Алла тағала соларды қолдасын. Осы жерде жүргенде Меккеден, Мәдинадан бастап солардың тілегін тілеп жүрміз. Солардың жақсылығы болсын деп жүрміз. Қазақстанның жақсылығы болсын деп жүрміз. Солардың барлығы тілегіміз қабыл болсын. Айтқан тілектерімді барлығын ішімнен айттым. Ешкімді қалдырған жоқпын. Баласы жоқтарға бала тілеп жатырмын. Ауырып қалғандарға аурулары жазылсын деп жатырмын. Мына тұрмыс құрмағандарға тұрмыс құрсын деп жатырмын. Жан жағымды танитын адамдардың барлығын тілеп жүрмін. Осы 5-6 күннің ішінде және де тілеймін. Әлі 2 күніміз бар. Барлығы қабыл болсын. Ешкім қалып жатқан жоқ. Аузыма келген адамдардың барлығын айтып жатырмын, туған туысқандарымның. Ана өліп қалған әке шешемнен бастап, Ахметжаннан бастап. Жарылқа Алла құлыңды тоғызып аймен жұлдызды адал қылып берсін бәріңе ұлың менен қызыңды. Бір Алла өзі оңдасын, бата тілек қабыл боп, осы отырған бәріңе еш жамандық болмасын. Адал болсын алғаның, бақытты болсын балдарың. Сұрасаң Алла мол беріп, аманда болсын мал жаның. Сақтағай Алла құлыңды нақақтан болған жаладан. Пайдасын өзің көрерсін, ғибадат етіп Аллаға иманыңды нұрласаң. Ауырған кезде ұғарсың жалғандығын дүнияның. Шипа бергей дертіне ауырып жүрген пендеңнің. Дүниядан озған пендеңнің күнәсін Аллам ғафу ет. Істеген ізгі амалын мақшарда көруге нәсіп ет. Артында қалған ұрпағын береке бірлік тату ет. Осы берген батамды бір Алла өзің қабыл ет. Алла отыр қалды. Бір Құран оқıyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Меніміз жеті келген шешеміздің несіне батасы болсын енді. Әуелі Алла оңдасын, ақ пайғамбар қолдасын, әр ісіңді оңдасын. Айменен күннің сәулесін берсін. Мұхаммед пайғамбарым ырысты, иманды, бақытты, дәулет берсін. Ұстағаның алтын болсын, жүздің жарқын болсын. Осы берген батамды періштелер әумин деп Алла тағала қабыл етсін. Ақиректе Арыстанбап, Түркістанда Қожа Ахмет, Мәдинеде Мұхаммед, осы берген батамды жақсылыққа жәрдем ет. Жер жүзіндегі, күннің көзіндегі дәметкен ата-баба әруақтардың рухларына қалыс Құдай үшін тие берсін. Мына істеп атқан тойлары құтты болсын. Өзіңнің талабың оң болсын. Әруақтарда біздерге қолың шығып, Алла мен емес Бейбат банамның берген батасы болсын. Мен емес 107-ге келген шешеміздің жасын берсін, бағын берсін, дәулетін берсін. Алла тағала осы айтқан періште әумин деп Алла қабыл етсін. Әумин болсын, Алла қабыл етсін. Мына кісінің шешесі 107-ге келген. Былтыр бір садақа бергенде соны алып барып берген екен 1000 теңге. Сонда бекетке берген батам деп осы кісіге айтқан. Сыртынан бата берген.
осы кісі соны қайталап отыр батасын. Әумин айтқан. алла қабыл етсін енді.